Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді түскі асқа немесе кешкі асқа тойымды әрі тез дайын болатын нан салма, басқа өңірлерде гүлчатай, май қамыр деп атайды. Ендеше бастаймыз. Қазанымызды қыздырып, үстіне майымызды құйып, майымыз қызған соң етімізді салып, қызартып, етіміздің суы шыққанша қып-қызыл қуырып аламыз. Етімізді қуырып алдық. Енді кезекте пияз бен сарымсағымызды салып, тағы да пиязымыз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Видеода көрсетілгендей барлық көкөністерді өз ретімен сала отырып, дәміне қарай тұзымызды, түсіне қарай өз қалауларынша томат пастасын салып, жақсылап әр көкөністерді салған уақытында кезекпен 15-20 минуттан қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып алдық. Енді суымызды құямыз. Егер суы көп болғанын қаласаңыздар, суын көбірек қып құямыз. Подливамыз қайнап жатқан кезде нанымызды, қамырымызды дайындайтын боламыз. 1 шай қасық тұздың үстіне 1 кесе мұздай суымызды құйып, оның үстіне 1 жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап қолға жабыспайтындай етіп, тура қамыр-ауқаттың еттің қамыры сияқты қатты қып қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді қамырымызды 20 минутқа бетін жауып демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалып жатқан кезде подливамызды қарап, қатты қайнап жатса, астын жай қойып, баяу отта өз бабында жақсылап пісіріп аламыз. 20 минут өтті. Енді жаңағы дайын болған қамырымызды алып, тағы да бір рет илеп, 2 бөлікке бөліп, тағы 15 минутқа демалдырып қоямыз. Сол кезде қамырымыз біркелкі, өте әдемі болып жайылады. Июі қанып дайын болған қамырымызды осылай басып жұмсартып алып, оқтаудың көмегімен шет-шеттерін баса отыра осылай жайып шығамыз. Қатты салмақ салмаймыз. Қатты салмақ салмай, баспай жаятын боламыз. Ол кезде өте әдемі болып, дөңгелек болып шығады. Қамырымызды жайып болған соң, суымыз қайнағанша қамырымызды жайып 20-30 минутта кептіріп аламыз. Ол кезде кесуімізге өте оңай, ыңғайлы болып, яғни жабыспай әдемі болып кесілетін болады. Қамырымызды пісіретін ыдысымызға суымызды құйып, тұз салып қайнатып аламыз. Міне подливамыз да дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түсі де, түрі де әдемі болып шықты. Енді кезекте қамырымызды кесеміз. Жайылып дайын тұрған қамырымыздың үстіне тағы да азырақ ұн сеуіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен орап кесетін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесіп аламыз.
кесіп алған қамырымызды осылай ұн илегіштің көмегімен салып осылай илеп аламыз. Арасындағы ұндарымызды түсіріп қайнап тұрған суымызға қамырымызды салып, жұқа қамыр болса 7 минутта, егер қалыңдау болса 10-15 минуттай ұстайсыздар. Дайын болған қамырдың үстінен мұздай су құйып, нан шәулінің көмегімен сүзіп аламыз. Қамырымызды сүзіп алдық. Енді жаңағы дайын болған подливамызды бетіне құйып ұсына береміз. Осылай май сорпасын көбірек қоямыз, қамырымыз жабысып қалмау үшін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы тамақты бірінші рет көріп тұрған болсаңыздар, жасап өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Күн сайын түрлі рецепттермен, дәмді тамақтармен бөлісетін боламын. Мені жіберіп алмау үшін тіркеліп алыңыздар.